Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 35-ші сабақ. Тақырыбымыз геометриялық фигуралар. Текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу. Бірінші тапсырма. Күнделікті өмірде сен осындай пішіндегі заттарды жиі кездестіресің. Мұндай геометриялық фигуралардың қалай аталатынын есіңе түсір. Бізде берілген аквариум, кірпіш және қорап берілген. Біз аквариумге қарайтын болсақ, тік төртбұрышты параллелепипед. Тік төртбұрышты параллелепипед дегеніміз ол көлемді фигура. Оның ұзындығы, ені, биіктігі болады. Ені және биіктігі болады. Ұзындығын А әрпімен, енін Б, биіктігін С әрпімен белгілейді екенбіз. Енді формулаға қарайық. Тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін В тең А көбейтілген Б көбейтілген С, яғни ұзындықты, енін және биіктікті көбейту арқылы көлемді табады екенбіз. Ал текшеде текшенің көлемін табу үшін А көбейтілген А тең болады А кубқа. Яғни текшенің барлық қабырғалары тең болғаннан кейін А кубқа тең болады екен. Екінші тапсырма. Параллелепипедтердің көлемін тап дейді. Бізге тік төртбұрышты параллелепипед берілген. Ұзындығы 9 см, ені 3 см, биіктігі 4 см. Оның көлемін табу керек. Яғни ұзындығын, енін, биіктігін көбейту арқылы көлемі 108 см-ге тең болады екен. 108 см кубқа тең болады. Екіншісіне қарайық. Екіншісі бізде тік төртбұрышты параллелепипедтің ұзындығы 9 см, ені 3 см, биіктігі 1 см. Көлемі, яғни ұзындығын, биіктігін, енін көбейткенде 27 см кубқа тең болады екен. Үшіншісі текше. Текшенің қарап отырсақ, ұзындығы да, биіктігі де, ені де бірдей. Яғни 3-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 27 см кубқа тең болады екен. Екінші кесте бойынша есептерді құрамыз керек. Белгілі шамалар бойынша параллелепипедтердің көлемін тап дейді. Ұзындығы, ені, биіктігі белгілі, көлемін табуымыз керек барлық 3 есептеде. Яғни біріншісі ұзындығы 9 см. Біріншісі ұзындығы 9 метр, ені 8 метр, биіктігі 7 метр. Яғни көлемі 504 метр кубқа тең. Екіншісі ұзындығы 10 см, ені 5 см, биіктігі 8 см, көлемі 400 см кубқа тең. Үшіншісі ұзындығы 8 дециметр, ені 4 дециметр, биіктігі 3 дециметр, көлемі тең болады 96 дециметр кубқа болады екен. Үшінші есеп. Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте дейді. 12 метр кубымыз дециметр кубпен өлшегенде 12.000 дециметр кубқа тең екен. 12 дециметр кубымыз 12.000 сантиметр кубқа тең екен. 3 метр кубымыз 3000 дециметр куб. Яғни 1 метр кубта 1000 дециметр куб бар. Яғни 3 метр кубта 3000 дециметр куб бар екен. Енді миллион миллиметр кубта 1000 сантиметр куб. 1 дециметр кубта 1000 сантиметр куб, миллион миллиметр куб бар екен. 1 метр кубта 1000 дециметр куб, миллион сантиметр куб. Төртінші есеп. Ұзындығы 25 метр, ені 10 метр, ал тереңдігі 2 метр болатын бассейннің көлемін тап дейді. Ұзындығы 25, ені 10, биіктігі 2 метр. Тереңдігі. Яғни көлемін табу үшін ұзындығын, енін және тереңдігін көбейтіп аламыз, сонда 500 метр куб болады екен. Хауыздың көлемі 500 метр куб. Төртінші есептің әсі осы бассейннің бүйір жақтарының ауданын тап дейді. Яғни ұзындығын жазамыз 25 метр, ені 10 метр, тереңдігі 2 метр, бүйір жағының ауданы бірінші,
белгісіз, екінші бүйір жағының ауданы белгісіз, шешуі бірінші бүйір жағының ауданы табу үшін біз ұзындығымен көбейтеміз тереңдігін, сонда 50 метр квадрат шығады екен. Екінші бүйір жағын табу үшін S2 тең 10, яғни енімен көбейтеміз тереңдігін 20 метр квадратқа тең. Жауабы бірінші бүйір жағының ауданы 50 метр квадрат, екінші бүйір жағының ауданы 20 метр квадратқа тең екен. Бесінші есеп. Аквариумның пішіні тік бұрышты параллелепипед тәрізді. Бірдей қырларының атауын және олардың мәнін жаз. Оның табанының ауданын және өлшемдері бойынша әртүрлі екі жағының ауданын тап. Көлемін есепте. Аквариумды жартылай толтыру үшін қанша су қажет екен? Яғни бірдей қырларын атауымыз керек. Бірдей қырлары АВ тең СД тең НЛ тең ЕФ. ВС тең ЕН тең ПЛ тең АД. Және үшіншісі ВЕ тең СН тең ДЛ тең АФ. Бұл бірдей қырлары. Екіншісі, олардың мәнін жаз дейді. Және оның табан ауданын және өлшемдері бойынша әртүрлі екі жағының ауданын тап дейді. Бірінші, ұзындығы 40 см, ені 20 см, биіктігі 30 см. Бірінші табан ауданын табуымыз керек. Табан ауданын табу үшін ұзындықпен енін көбейтеміз. 40 көбейтеміз 20, 800 см квадратқа тең. Екінші, бір жағының ауданын табу үшін S1 ұзындығымен жаңағы биіктігін көбейтеміз. 40 көбейтеміз 30-ға 1200 см квадратқа тең. Екінші жағының ауданын табу үшін енімен биіктігін көбейтеміз. 20 көбейтеміз 30, 600 см тең. Енді көлемін табуымыз керек жалпы. Жалпы көлемін табу үшін 40 көбейтілген 20 көбейтілген 30, 24 000 см кубқа тең. Енді бізде аквариумның жартылай толтыру үшін қанша су қажет екенін табуымыз керек. Енді жалпы көлемнен бөлеміз 2-ге. 24-ді бөлеміз 2-ге, 12 000 см куб. Бұл жартылай толтырғандағы жаңағы керек су екен. Енді жауабы аквариумның табанының ауданы 800 см квадрат, бүйірінің аудандары 1200 см квадрат, 600 см квадрат, көлемі 24 000 см куб. Аквариумды жартылай толтыру үшін 12 000 см куб су қажет екен. Алтыншысы. Аквариумды текше пішінді деп алып, осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Яғни текше ұзындығы 25 см, табан табуымыз керек және көлем табуымыз керек. Бірінші, көлем табу үшін А куб. 25-ті 3 рет көбейтеміз өзіне. Сонда 15625 см куб шығады. 25-тің кубы. Енді ауданын, жаңағы табанының ауданын табу үшін 25-ті квадраттаймыз. 25-тің квадраты 625 см квадратқа тең екен. Енді текшенің ауданы 625 см квадрат, көлемі 15625 см кубқа тең екен. Жетінші есеп. Текше мен тікбұрышты параллелепипедтің жазбаларын салыстыр дейді. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тап. Қарама-қарсы жақтардың атауын жұптап жаз дейді. Яғни текшеде барлық қабырғалары тең болады, ал тікбұрышты параллелепипедте ұзындығы, ені әртүрлі болады. Енді текшеге қарайық. Текшеде қарама-қарсы жақтарының жұптап жазайық. С, Д, Е, Ф жағы жұп, оған қарама-қарсы Р, Н, О, П. Ал екіншісі В, С, Р, А
оған қарама-қарсы F, G, M, N. Одан кейін S, P, N, R мен G, K, L, M. Енді параллелепипедке қарайық. Параллелепипедте E, A, N, K мен S, L, V, F. N, R, Q, S мен S пен F, H, S, K. Мына қарап тұрсыздар ма? Енді N, S, P, K мен H, D, T, S осы жақтары тең екен. Енді 8-ші есеп өрнектерді жазбаша есепте тексер дейді. Бізде көп таңбалы сандарды азайту, қосу, көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу есептері берілген екен өрнектері. Енді осыны шығаруымыз керек. 475.001 азайту 9802 тең болады бізде 465.199-ға. Оны тексеру үшін 465.199-ға 9802-ні қосамыз. Сонда 475.001, яғни есебіміз дұрыс деген. Келесі есептерді де дәл осы түрде шығарып тексереміз. 9-ші есеп, ойлан және жауап бер. Екі қорапта 1200 грамм кәмпит болды. Бір қораптан екіншісіне 50 грамм кәмпитті ауыстырып салғанда, екеуінің массасы теңесті. Бастапқыда қораптардың массасы қандай болған дейді. Яғни, бірінші қорапта белгісіз. Екінші қорапта 1200 грамм кәмпит және X. Барлығы 1200. X, бұны теңдеу, бұл есепті теңдеу арқылы шығарсақ болады. X азайту 50 грамм, екінші кәмпитте. Тең 1200 азайтылған X қосамыз 50. Енді осы күрделі теңдеуді жайт теңдеуге айналдырамыз. X қосамыз X тең 1200 қосамыз 50 қосамыз 50. Яғни қосуларды шығарып аламыз. 2x тең 1300. 1200-ге 50-ді қосамыз 50-ді 1300 болады. X тең болады 1300 бөлеміз 2-ге, 2 қорапқа. Сонда бірінші қорапта 650 грамм болған. 1200-ді азайтамыз. X тең 1200 азайту 650, 550 грамм. Екінші қорапта 550 грамм екен. Бірінші қорапта 650 грамм, екінші қорапта 550 грамм кәмпит бар екен.